Жүсіп баласағын шамамен 1015-1017 жылдары Шығыс Түркістандағы Баласағын қаласында дүниеге келген ұлы ойшыл, ғалым әрі ақын. Ол өз заманында білім мен даналықты жоғары бағалап, халыққа пайдалы ой қалдыруды мақсат етті. Түркі дүниесінің рухани мұрасында оның есімі мәңгі сақталды. Жүсіп баласағының ең құнды еңбегі «Құтты білік дастаны». Бұл шығарма 1069-1070 жылдары жазылған. Құтты білік жай ғана кітап емес, адам өмірінің мәнін, қоғамның тәртібін, ел басқарудың жолын түсіндіретін энциклопедиялық туынды. Дастанда 4 негізгі қасиет ерекше көрсетіледі. Біріншісі – әділет. Әділдік бар жерде елде тыныштық пен тәртіп орнайды. Екіншісі – құт пен ырыс, дәулет. Береке мен молшылық еңбектің арқасында келеді. Үшіншісі – ақыл мен парасат. Ақылды адам әрқашан дұрыс жол табады. Төртіншісі – ұстамдылық пен қанағат. Барға шүкір етіп, сабыр сақтаған адам бақытқа жетеді. Құтты білікте ел басқаратын адамның қандай болуы керектігі де айтылады. Басшы халыққа жанашыр, адал, сөзінде тұратын, әділ болуы тиіс. Сонда ғана ел дамып, халықтың сенімі артады. Сонымен бірге шығармада ата-ананы құрметтеу, үлкенді сыйлау, дос таңдауда абай болу, жақсы сөз сөйлеу, еңбекқор болу секілді асыл қасиеттер насихатталады. Адамгершілік, мейірім, шыншылдық әр адамның бойында болуы тиіс мінездер деп түсіндіріледі. Жүсіп баласағын адамның жүрегі таза болса, қоғамда түзеледі деп сенген. Ол дүние құмарлық, ашкөздік, жалқаулық сияқты жаман қасиеттерден аулақ болуға шақырған. Ғасырлар өтсе де, құтты білік өзінің маңызын жоғалтқан жоқ. Бүгінде бұл шығарма жастарды білімге, еңбекке, әділдікке, адамгершілікке тәрбиелейтін асыл мұра болып қала береді. Жүсіп баласағын түркі дүниесінің мәңгілік шамшырағы, ал құтты білік өмір жолын нұрландыратын даналық кітабы.